Жеңіске жетелеген татулық. Ертеде баяғы басы заманда шолпан ғаламшарында достық атты ауыл болыпты. Бұл ауылдың адамдары ұлт пен ұлысқа, түр мен түске бөлінбей, аттары заттарына сай өте тату өмір сүріпті. Үлкен кісілердің ақыл кеңестерін тыңдап, жастары да өмірге белсенді атсалысып жүріпті. Бір күні айрандай ұйып отырған бұл ауылға Марс ғаламшарының Құйын ауылының бұзақылары шабуыл жасапты. Себебі олар татулық пен бірауыздылықты қолдамайтын, бүлдіріп, бұзып, ұрып-соғып жүргенді жақсы көретін тұрғындар еді. Олар қай ғаламшарда татулығы жарасқан тұрғындар болса, солардың арасына іріткі салып, араздастырып кетеді екен. Бірақ достық ауылы оларға берілмейміз, қайтсек те татулығымызды сақтап қаламыз деп келіседі. Достық ауылының тұрғындары сақтықта қорлық жоқ демекші тастан бірнеше бөлмелі үлкен қамал соққан болатын. Оның іші азық-түлікпен және отын сумен қамтамасыз етілген. Енді сол қамалды іске жарату керек екенін түсінеді. Бір бөлмеге балалар мен аналарын, біреуіне тауық, үйрек, қаз сияқты үй құстарын, біреуіне қой, біреуіне сиыр, біреуіне жылқы, біреуіне сол жан-жануарға қарайтын күтушілерді орналастырады. Ал ауылдарын сақтап қалу үшін қару-жарақтарын сайлап жігерлі жігіттер шайқасқа аттанады. Олардың ұлттары мен діндері әртүрлі болса да ұрандары бір еді. Біріміз бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін. Шайқастың оңайы жоқ. Олар беріспеуге уағдаласып аттанып кетеді. Шайқас 10 күн 10 түнге созыларды. Бұлардың жаулары өте қауіпті болмады. Себебі олар шайқас ортасында бір-бірімен де келіспей қалып жүреді. Немесе біреуіне қауіп төніп тұрғанын көрсе де көмекке келмей, алыстан мазақ етіп жүреді екен. Жауларының әлсіз тұсы алауыздық екенін білген достық ауылы оларда оңай жеңеді. Жеңіске жеткен олар ауылдарына келіп үлкен мереке ұйымдастырады. Онда әртүрлі ән орындалып, би биленіп, әр ұлттың ойындары ойналады. Дастарханда түрлі ұлттардың тағамдарымен толығып, бәрі шат-шадыман болады. Алдағы уақытта олар татулықтарын одан әрі нығайтып, балаларға да соны үйретуге кіріседі. Сөйтіп, олар осы күнге дейін бақытты да ұзақ ғұмыр кешуде екен.